Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен ауызда еритін өте дәмді печенье жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Електен ұнымызды өткізіп аламыз, және де тоңазытқышта тұрған сармайымызды алып, үккіштен өткізіп, ұнымызға қосатын боламыз. Барлығын үккіштен өткізіп болғаннан кейін, ұн екеуін біріктіреміз. Бізде песочный қоспа дайын болады. Барлығын біріктіріп алғаннан кейін үстінен қамыр қопсытқыш және де ванильді қантты қосып араластырамыз. Оған жұмыртқаның сарысын және де қаймақ. Мен қолдың қаймағын қолдандым. Сіздер магазиннің 20% қаймағын қолдансаңыздар болады. Барлығын араластырамыз және де қолымыздың көмегімен қамыр илеп бастаймыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бізде осындай песочный қамыр дайын болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін енді кішкентай дөңгелек шариктерге бөлеміз. Әрқайсысы 30-32 граммнан болады. Менде барлығы 30 дана шықты. Қолымыздың көмегімен осылай дөңгелек форма келтіріп аламыз. Және де бетін жауып тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Ол аралықта меренге дайындауға кірісеміз. Жұмыртқаның ағына шым-шым тұз және қант қосып, осылай әппақ формаға енгенше араластырамыз. Енді қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырды дөңгелек етіп жайып аласыздар. Ортасына жаңағы меренгамызды салып, шетін біріктіреміз. Шетін біріктірген кезде жақсылап біріктіріңіздер, себебі піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Бұны тағы да бір рет ортасынан бүктейміз. Сол кезде осындай әдемі форма шығады. Бұның да шеттерін біріктіріп, шаншықының көмегімен басып шығасыздар. Бұл ашылып кетпеу үшін, әрі әдемі көрінуі үшін. Бұның бетіне ешқандай жұмыртқа жақпайсыздар. Дәл осы күйінде 170 градуста 20-25 минут аралығында пісіресіздер. Сонымен біздің печеньеміз дайын. Бетіне қант ұнтағын сеуіп сәндесеңіздер болады. Өте жұмсақ, дәмді печенье болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет.